Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен өте дәмді және тез дайындалатын идеальный рецепт деп айта аламын, сметанник рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. ұн, қаймақ, жұмыртқа, сары май, қант, разрыхлитель және ванилин. Пирогымыздың қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін ұнға разрыхлительді қосып, електен өткіземіз. Қант, сары май салып, қолымызбен араластырамыз. Жұмыртқа қосып, қамыр елейміз. Қамырымыз жұмсақ, осындай болып шығу керек. Енді қамырымызды пакетке салып, 15-20 минуттай холодильникке қоя тұрамыз. Пирогымыздың салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін қаймақты құйып, үстіне жұмыртқаны салып, венчикпен араластырамыз. Қант, ванилин салып, тағы да араластырамыз. Форманы алдын ала дайындап, пергамент қағазын төсеп қойдым. Жаңағы 20 минуттай тұрған қамырымызды жайып формамызға саламыз. Қамырымызды осылай салып шықтым. Пирогымыздың салмасы осындай болып шығу керек. Енді осыны құямыз. 170 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне достар, біздің сметанник пирогымыз дайын болды. Толықтай суығанша күтеміз, сосын барып кесуге болады. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздердің көңілдеріңізден шығады деп үміттенемін. Осы видеоның соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.